17 мамыр 2025 жылы Жаңаөзен қаласы Мұнайшылар мәдениет сарайында Айназ би ансамблінің 1 жылдық есеп беру концерті болып өтті. Концертке 300-ге жуық қыз қатысып, әлем билерін әдемі орындап шықты. Концерт өте жоғары дәрежеде өтті. Гүлбақыт қызымызға жұмыстарында табыстар, үлкен бақыт тілейміз. Танытқан қазағымның қазақтығын, үйреткен бей сырының ғажаптығын, талабымен, талантымен тамсандырған, ризамыз шеберлігіне Гүлбақыттың. Қазағымның аруы да, батыры да өзіңсің, сиқырлы би әлемінің шебері де пірісің. Қайсар мінез тасып тұрар күш жігерің, патриот қызсың, қазағым деп соққан жүрегің. 300 қызды 3 сағат билетіп Мұнайшы сарайында, ешкімнің қолынан келе бермес қанша мықты болса да. Мың бұралтып үйретіпсің бар әлемнің билерін қыздарымызға, айтар алғысымыз шексіз Гүлбақыт қызымызға. Бәр өзіңнің біліміңмен еңбегіңнің арқасы, жарыстарда әрдайым бас жүлдені аласың. Еліміздің шарладық барлық қаласын, бұйырса жақында Ташкентке де барамыз. Сәтін салып Алла жар боп қолдасын, қыздарымыздың ашық болып жолдары. Бишілеріміздің жұлдыздары биікте жарқырасын, Алла қаласа Ташкентте VIP Гран-приді аламыз. Қаншама шәкірттерді өнерге баптадың, үйретіп сиқырлы бидің сырларын. Әдемілікке, әдептілікке де үйретіп шыңдадың, ұйымшылдық пен татулыққа да баурадың. Бектерге өрлеп таудай болсын талабың, көшбасшы болғайсың, биден бақтын табатын. Биші қыздарымызбен дүр сілкінтіп дүниені, әлем көгінде көтеріңдер қазағымның жалауын. Өзіңдей болсын біздің де қыздарымыз, орындалсын мақсат тілек армандарымыз. Әлемнің сиқырлы сахналарын бағындырыңыз, сәттілік серік болып ашық болсын жолдарыңыз. Жыл сайын ұшырған қарлығаштарың, өмірден өз орындарымен тапсын бақыттарын. Гүлбақыт қызым, өзіңе айтарым, бөлене бер алғысына еліміз бен ата-аналардың. Концерт барысында жылдағыдай Айназ би ансамблінің түлектерін үлкен өмірге жолдамамен шығарып салу рәсімі жоғары деңгейде өтті. Биыл Айназ би ансамблін 10 қыз бітіріп жатыр. Бұл қыздар 8-9 жыл Айназ би ансамблінде қатысып, еліміздің түрлі қалаларында Алматы, Ақтау, Астана, Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Түркістан қалаларында жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болған қыздар. Бұларға бағалы сыйлықтар мен сертификаттар беріліп, үлкен өмірге жолдамалар берілді. Бұл қыздар апайларына алғыстарын айтып, болашақта апайларына ұқсаған биші болып Қазақстанның мәдени саласына өз үлестерін қосуды армандайтындарын айтты. Гүлбақыт апайларына өздерінің алғыстарын айтты. Сәт сапар қыздар. Кеш жарық, құрметті ата-аналар, бүгін міне Гүлбақыт қызымыздың есеп беру концерті биылғы жылға арналған. Енді мен айта кетейін, закадырым деген болады ғой. Осы Гүлбақыт қызыма өте ризамын, алғысымды айтамын. Себебі бұл қызыммен мен бірге Алматы, Астана, Атырау, Ақтөбе, барлық жерге барып Қазақстанның барлық
жобаларынан гран-приді алып келдім. Енді бұл жерде тек әдемі қыздар билеп тұр, бірақ сахнаның артында қаншама еңбек. Түнімен ұйықтамайды, қыздардың моншақтарын тағады, сәукелелерін жөндейді, клейлейді, түнімен 5-тен тұрғызып шаштарын өреді, макияж. Біз де дайынды көріп отырмыз, осының бәрі 300 қызды осындай қылып әдемілеу деген ешкімнің қолдан келе бермейді. Жылда мен енді өлең жазып келем, биылда қызым толқып өлең жаздым енді атаң. Биыл Алла бұйырса Ташкентке Зарубеж шайық деп жатырмыз. Тілектеп қойыңдар, гран-при алайық. Тартқан қазағымның қазақтығын, үйреткен би сырының ғажаптығын, талабымен, талантымен тамсандырған ризамыз шеберлігіне гүл бақыттың. Қазағымның аруда, батырда өзіңсің, сиқырлы би әлемінің шебері де тірісің. Қайсар мінез, тасып тұрар күш жігерің, патриот қызсың, қазағым деп соққан жүрегің. 300 қызды 3 сағат билетіп мұнайшы сахнасында ешкімнің қолынан келе бермес, қанша мықты болса да. Мың артып үйретіпсің бар әлемнің билерін қыздарымызға, алғысымыз шексіз Гүлбақыт қызымызға. Бір өзіңнің біліміңмен еңбегіңнің арқасы, жарыстарда әрдайым бас жүлдені аласың. Еліміздің шарлады барлық қаласын, бұйырса жақында Ташкентке де барамыз. Сәтін салып Аллам жар боп қолдасын, қыздарымыздың ашық болып жолдары, бишілеріміздің жүлделері, жұлдыздары биікте жарқырасын. Алла қаласа Ташкенттен VIP гран-приді алу бұйырсын. Қаншама шәкірттерді өнерге баптадың, үйретіп сиқырлы бидің сырларын, әдемілікке, әдептілікке де үйретіп шыңдадың, ұйымшылдық пен татулыққа да баурадың. Жыл сайын ұшырған қарлығаштарың, өмірден өз орындарымен тапсын бақыттарын. Гүлбақыт қызым саған айтарым, бөлене бер алғысына еліміз бен ата-аналардың.